Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай айраннан жұмсақ пирожки пісірдім духовкаға. Пісіру жолын білгілерің келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бір стакан айран, кез келген айран болады. Ашыған айран болсын, свежий айран болсын, кез келген айран болады. Оған мен татымына қарай тұз, жарты шай қасық ас содасын қостым, ол видеоға түспей қалды. 2-3 ас қасық сұйық май қостым. Сөйтіп бәрін араластырып аламыз. Онда мен алдын ала електен өткізіп алғанмын. Онда керегінше қосамыз, шетінен біртіндеп. Тестіміз қатты болмау керек. Жұмсақ болады. Шетінен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз сәл жабысқақтау болады. Қамырды тындырып қойдым, одан кейін іштіп, әркім өзінің керегінше бөлшектерге бөліп алады. Менде 2 түрлі пирожки. Біреу картошкадан пюре жасадым. Картошканы суға қайнатып езіп алып, тұз, бұрыш қосып езіп алдым. Екіншісі капустаны бұқтырдым. Пияз қосып, тұз, бұрыш қосып. Қысып тұрған пеште 180 градуста мен 45 минуттай пісіріп алдым. Бірақ әркім өз духовкасына қарай пісіреді қызарғанша. Видеом ұнаса, видеома лайк басып, комментарий жазыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.